Қайырлы күн, құрметті футбол сүйер көрермендер. Данабеке футбол командасы Своя Лига лигасының аясындағы кезекті ойынын Тұран футбол командасына қарсы өткізген болатын. Данабеке көкжиде, қақпада Әлмағанбетов Нағашыбай, қорғау шегінде Абайділда Нұрислам, Ермеков Бекзат, шабуыл шегінде Жүгенов Мейірбек және Камалиев Нұрислам. Данабеке футболшылары бұл ойында қорғаныстан бастаған болатын. Алайда мына жерде Әлмағанбетов Нағашыбай қақпадан шығып екі ойыншыны тамаша алды өткен болатын. Алайда мына жерде пас беру қабылдау жағынан Данабеке ойыншылары мүлік кеткен болатын. Алыстан бағыттаған соққы Әлмағанбетов өз орнында, ойынның мінекей ортаңғы шағында Данабеке ойыншылары айып соққысын тепті. Камалиев Нұрислам өзіне берілген мүмкіндікті мүлт жіберген жоқ және де тамаша голдың авторы атанған болатын. Кезекті бір шабуылдардың бірінде Данабеке ойыншылары барынша өнерлерін ортаға салған болатын. Мына жерде Камалиев Нұрисламға қарсы ойын тәртібі бұзылды. Есепте алға шыққан Данабеке ойыншылары мінекей алаңда еркін бастап, көбінесе өз скиллдарын көрсетті. Алайда дегенменен бұл салқынқандылық қақпашы Нағашыбайдың жүйкесіне тиген болатын және де бұл жерде сарғаз алатындай мүмкіндік болды. Кезекті бір шабуылда Данабеке ойыншылары бұрыштама добынан есепті еселейтін мүмкіндік болған еді, бірақ та Камалиев Нұрисламның баспен бағыттаған соққысы қақпадан әлдеқайда биік кеткен жайы бар. Мына жерде Камалиев Нұрислам екі ойыншыдан сытылып шығып, Абайділда Нұрисламға жақсы пас берген болатын, бірақ та шабуылшы дер кезінде соққы жасай алмағанмен Камалиевқа қайтып пас берді. Алайда бұл жерде ойынның шабуылдың шеті шыққан жоқ. Тағы бір керемет шабуыл Нұрисламның пасынан кейін Ермеков Бекзаттың соққысы қақпадан сәл қиыстау кетті. Алайда ойын екінші таймда мінекей Әлмағанбетов бұл жерде өрескел қателескен болатын. Мінекей нәтижесінде Тұран футболшылары есепте алға шыққан болатын. Дегенменен Әлмағанбетов Нағашыбай керемет соққысының арқасында мінекей мына жерде есеп айырмасын қысқартқан жөні бар. Осы голдан кейін Данабеке ойыншылары барлық күшті шабуылға салды, бірақ дегенмен мінекей ойын 3-2 есебімен Тұран футбол командасының жеңісімен аяқталды.